Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын және өте жұқа болып шығатын блинчиктің рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Және де осы жерге, осы видеоның төбесіне Instagram парақшамды қалдырамын. Оған да тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Осы массамызға қант пен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Күнбағыс майын құямыз. Ендігі кезекте ситадан өткізілген ұнымыз бен содамызды саламыз. Тестамыз дайын болды. Енді 20-30 минутқа қойып қоямыз. Бұл блинчиктің өте оңай және қарапайым түрі. Бұны істеп холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Табамызды майлап, блинчиктерімізді екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Біздің блинчиктер дайын, ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыз.